Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бірге чак-чак дайындайық. Әркімнің өзінің рецепті бар, бірақ менде өзімнің рецептімен бөлісіп қояйын. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа 2 жұмыртқаны жарамыз. Шым-шым тұз саламыз. 2 қасық қант саламыз. Қантты салмауға да болады. Жақсылап араластырып енді електен өткізілген ұнды үстіне қосамыз. Қолмен араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Бетін жауып 10 минут қойып қойған соң, қамырымызды жаюға кірісеміз. Ұнды сеуе отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Өйткені сгущенка араластырғанда майдаланып кетеді, ұсақталып кетеді. Осындай кескішпен кесіп шығамыз бәрін. Бәрін кесіп алған соң, 4 бұрыш формада кесіп шығамыз. Мен осындай етіп кестім. Ол қалауыңызша, әркімнің өзінің қалауынша. Бәрін кесіп болған соң, тақтайымызға жинап аламыз да, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қызып тұрған майға аз-аздан сала отырып, сарғайғанша барлығын қуырып аламыз. Міне бәрін осылай қуырып аламыз. Сарғайғанша ұстаймыз. Майды оттан өшіреміз. Бәрін қуырып алдым. Үстіне сгущенканы саламыз. Мен сгущенканың жартысын қолдандым. Сгущенка өзіміздің қалауымызша. Араластырып, ыдысымызға саламыз. Әсемдігі үшін мен шоколадты пайдаланамын. Бетіне шоколадты күштен өткізе отырып себемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.